Кайырлы күн, менің қадірлі көрермендерім. Бүгін не айтайын деп тұрмын. Өзімді өзім түсіріп үйреніп жатырмын. Соны айтайын деп тұрмын. Ана треножка дейді ғой, треножкам бар. Бірақ енді онымен де түсіре берген өне бойы ыңғайсыз. Өзіңді өзің түсіру тіптен ыңғайсыз екен. Оған көзім жетіп жатыр. Бірақ сонда да әйтеуір стараться етіп жүрмін ғой. Менің айтайын дегенім, қыздар, қыз келіншектер, әйел қауымы ұйқыдан ояна салып біз нені ойлаймыз да? Ұйқыны қойшы, түнде жатып не ойлап жатамыз? Ертең қандай тамақ істесем екен дегендей. Обед болсын, кешкі ас болсын. Мені қойшы, енді обед демей ақ қояйын, кешкі асқа не істесем екен деп ойланып жүріп, жаңа бір ыдыстарды арасын қарап жүріп, мынандай бір екі кітапты алып шықтым. Міне. Біреусі міне картоптан 777 тағам дейді. Ал мынау шай дастарханы. Шай дастарханын ара-тұра арасында ашқанмын. Міне тозып та кетті байқұс екеуі менімен бірге көшіп қонып жүріп андамында. Шай дастарханынан да бірдеме жасап жібергем жоқпын. Екеуім менде где-то 88 жылдардың аяғы 90 жылдардың басынан бастап бар. Тұрмыс құрғалы. Сол кезден бері. Бірақ шындығы керек, ешнәрсе істеп көрмеппін. Мыналардан ашып, бірақ реза істедім, өтірік айтам, чак-чак жасадым. Енді ондай чак-чак жоқ шығар деймін. Керемет енді. Жасағанмын бір, өтірік айтпасам, где-то бір 4-5 рет жасадым. Қонақ шақырғанда, қонақтықта болды. Одан кейін что-то ерініп қалдым, туда-сюда, и жасай да бермейсің енді. Ана көп кісі шақырып, сондай да болмаса, дай ұмытылып та кетеді. Ал мынау байқұс кітабым тек ашылғанда емес, ашылып та көрген жоқпын. Өзі менімен бірге көшіп қонып жүріп қана тозды. Ішінде жаңа бір сыпыра ашып, бүйтіп перелистывать дейді ғой, перелистать етіп отырған кезде көзім түсті. Неше түрлі тамақты осы жерден жасасақ та болады екен. Енді әрине кішкене нелеуда, енді қалайша айтсам екен. Қазір мына интернет заманында барлықтері YouTube, Instagram, TikTokта неше түрлі тамақтың атасы мен бабасы жасалып жатады. Цветной, әркім жасап өзі қолымен көрсетіп жатады қалай істейтінін. Оны енді өзім де істеген болып жүрмін арасында. Соларға қызығамызда, мұнадан енді вряд ли жасай қоям деп ойлаймын. Бірақ интернетте жоқ, талай нәрсе бар мына жерде. Талай нәрсе бар екен, хозяюшкаларға, әсіресе жас хозяюшкаларға өте керекті, пайдалы кітап екен. Да, ерінбесең, вот осыдан ақ. Не то, что ерінбей, YouTube-тан, телевизордан қарағанда емес қой енді. Қара сөздер, міне қара сөздермен жазылған. Сонысы демесеңіз енді, мында міне өзбекше қуырдақ дейді, тәжіктерше қуырдақ, түркменше шекдерме бар екен, грузинше чанахи. Енді тамақтың енді түрлі, венгрлердің де тамағы, өзіміздің қазақша қуырдақта бәрі бар енді. Зире қосқан картоп дейді, румындардың картоптан жасайтын чуламасы дейді. Чулама аты қызық екен. Біздің шулама деген сияқты. Тұздалған қияр қосқан картоп дейді. В общем, қыздар, өте қызық кітап екен. Кімде бар? Менде бар. Міне, осы кітаптарды қазір қарап отырмын. Енді бұны оқып отыра берсең, әрине таң атып кеш батады. Бірақ енді сонда да арасында осы жерден бірдеме жасасақ болады екен деп ойланып, соған ойға батып отырмын. Шыны керек. Солай, қыздарушка. Ең бастысы өзімді өзім түсіріп үйреніп жатырмын.